Өмір мен өлімнің диалогы. Бір ауылда өмір мен өлім екі дос сияқты өмір сүріпті. Бірде олар кездесе қалып, ұзақ әңгімелесіп отырыпты. Өлім өмірден, сен өзіңе неліктен сенімдісің, мен сені бір күні алатынымды білесің ғой деп сұрады. Өмір жауабы ретінде былай дейді. Менің сенімімде ешқандай күмән жоқ. Сен мені алсаң да, менің жүрегімде өмір мәңгі қалады. Сен мені алып кетсең де, менің ізім жойылмайды. Мен әрдайым өзімнің ізімді қалдырып кетемін. Өлім таңдана отырып, мүмкін сен дұрыс айтасың, бірақ мені бір кездері бәрібір жеңетініңді білесің ғой. Өмір күлімсіреп, сен мені тек бір сәтке ғана ала аласың, ал мен әрбір тынысыммен өмір сүріп, әрбір сәтте жаңа өмір туғызамын. Менің күшім, менің сәттерімде, менің уақыттарымда. Осылайша өмір мен өлім бір-бірімен әңгімелесіп, соңында олар бір-бірін құрметтеп, әрқайсысы өз жолымен кете барды. Қорытынды. Өмір мен өлім бір-бірімен тығыз байланыста. Өлім бізге өмірдің қадірін түсінуге көмектеседі. Өмір әрқашан өз жалғасын табады. Ол тек өз уақытымен өтеді. Ал өлім оның бір бөлігі ғана. Өмірдің мәні өлімді қабылдау және әрбір сәтті бағалау. Ащы пияздың әңгімесі. Бір ауылда жас жігіт өз өмірінің мәнін іздеп көп ойланатын. Бір күні ақылды қарияға барып, былай деп сұрады. Өмірдің мәні неде? Неліктен кейде бәрі оңай, ал кейде бәрі қиын сияқты көрінеді? Қария жас жігіттің сұрағына жауап беру үшін бір ащы пиязды алып, оны жігітке ұсынды. Мұны же, деді қария. Менің сұрағым, қалай сезінесің? Жігіт пиязды тістеп көріп, бірден аузына жанып, көздерінен жас шықты. Бұл өте ащы екен деп қырын салып, одан әрі жей алмады. Қария жай ғана күлді де, пиязды қайта алып, оның қабығын жұлып, ішіндегі жұмсақ бөлігіне қол созды. Енді мынаны көрші деп ол пиязды тағы да жігітке ұсынды. Жігіт күмәндана отырып, оны тағы да тістеп көрді. Бұл жолы пияздың дәмі жұмсақ, тәтті және жағымды болды. Қария күлімсіреп былай деді. Өмірде де дәл осындай жағдайлар болады. Қиындықтар мен қайғы қасірет ащы пияздың жұмсақ тәтті бөлігіндей. Егер сен тек сыртқы қабыққа қарасаң, өмірдің бәрі ащы болып көрінеді. Бірақ ішкі мәнін, оның терең мағынасын түсінуге тырыссаң, сен өмірдің нағыз құндылығын табасың. Жігіт ойланып қалды. Ол қарияның айтқанын түсінді. Қиындықтар мен ауыртпалықтар әрдайым болады, бірақ олардың ар жағында өмірдің мәні, сұлулығы мен қуанышы жасырынып тұрады. Әрбір қиындықтың артында жаңа бір мүмкіндіктер мен өсу жолдары бар екенін сезінді. Қорытынды. Өмірдің қиындықтарына қарағанда, оның шынайы мәнін түсіну үшін ішкі дүниеңізді, терең сезімдеріңізді ұғыну маңызды. Әрбір қиындық тек бір кезең ғана, ал одан өту жаңа бақыттың, жаңа мүмкіндіктің бастауы. Екі жол. Бір күні бір адам үлкен орманға кетіп бара жатып, екі жолды көріп, қайсысын таңдау керек екенін білмей қалды. Бір жолы кең, ашық және жеңіл көрінді, ал екінші жол тар, бұлыңғыр және қиын көрінді. Адам алғашқы жолды таңдауға бейім болды, себебі ол жеңіл әрі таныс еді. Бірақ бір сәтте ол кідіріп, терең ойға батты. Мен осылай өмір бойы жеңіл жолмен жүрсем, мені қандай нәтижелер күтіп тұр, деген сұрақ көкейінде пайда болды. Сол кезде ол тар жолға қарай жүріп, ішінен қиындықтар мені күтіп тұр, бірақ мен оны жеңіп шығуға дайын боларым анық деп ойлады. Жолды таңдағаннан кейін ол күндер мен айлар бойы қиындықтарға тап болды. Бұтақтар, таулар, жаңбыр мен аяз, бірақ сол қиын жол оны шыңдады. Оған өмірдің терең мәнін ашты. Ол қиындықтарды жеңе отырып, жаңа күш пен сенімділікке ие болды. Бірнеше жыл өткен соң, ол сол жолмен қайта оралып, алғашқы кең жолды көрді.
енді ол сол жолдың бұрынғыдай тартымды емес екенін түсінді. Қиындықтар мен күрес оның шынайы мәнін ашып, оған тек өз жолын табуды емес, өмірге деген көзқарасын өзгертуге мүмкіндік берген еді. Қорытынды: өмірде әрқашан жеңіл жол бар, бірақ тек қиындықтар мен күрес адамды шынайы жетістікке жеткізе алады.